Осы нәрселерді білмесеңіздер, Ташкентке мүлдем бармай-ақ қойыңыздар. Наурыз күні барсаңыздар, шекарада осыншама адамдар болуы мүмкін, 4-5 сағаттап уақыттарыңызды жоғалтасыздар. Неде алдын ала гостиница тауып қоймасаңыздар, кешке дейін сандалып жүрулеріңіз әбден мүмкін. Уақыттарыңызды үнемдеу үшін арнайы турмен 2 сағатта Ташкенттің барлық керемет жерлерін осылай аралап шықсаңыздар болады. Арнайы автобус 2 этажды туристерге арналған, ішінде кондиционері барлығы бар, сіздердің барлық жағдайларыңызды жасайды, және де арнайы гид болады, сіздерге түсіндіріп отыратын. Небәрі 2 сағатта әдемі жерлерін өз көздеріңізбен көріп шығатын боласыздар. Кешкі тамақты осы арнайы телебашнядан ішуге сіздерге кеңес беремін. Көктөбедегідей алақандағыдай көрем десеңіздер, небәрі 1700 теңгеге билет алып, 6 этаждан шығып, қаланың төбеден көріп шықсаңыздар болады. Тарихи ескерткіштерге толы, жасыл, әсем қала екен. Біз телебашнядан осындай тамақтану бұйырыпты. Негізі түнде көрсеңіздер өте керемет көрінеді екен. Бұл қатты ұнағаны адамдардың бір-біріне деген кішіпейілдігі. Сізге Ташкенттің қай жерлері ұнады, сол жайлы жаза кетіңіздер, ал бармасаңыздар, биылдан қалмай барыңыздар.